Саламатсыз ба, Салтанат ханым, біздің студияға келгеніңіз үшін өте қуаныштымыз. Жаңа естіп отырмыз, сіз Сингапурда талай жыл жұмыс істеген екенсіз. Қазіргі уақытта Дубайда тұрасыз. Өте мықты жобаларға қатысып жатсыз. Өзіңіз туралы қысқаша айтып берсеңіз біздің көрермендерге. Менің есім Салтанат. Қазіргі кезде мен дейтін Дубайда CPX дейтін G42 компания, мен дейтін senior manager OT cyber security'де жұмыс жасаймын. Сол ол жұмыс дейтін просто компанияда жұмыс емес, мен көптеген жаңағы национальный проектлермен жұмыс жасаймын, Эмираттардың. Өзім туралы айтсам, енді мен өзім Ақтау қаласынамын, адаймын деймін ба. Грантқа мен дейтін Казантуда оқыдым, бакалавриат, радиотехника, электроника, телекоммуникация. Одан мен дейтін неден қызыл дипломмен бітіріп, 1-2 жыл стройинженеринг дейтін компанияда жұмыс жасадым, инженер болып. Сосын болашақ бағдарламасымен Калифорнияда, University of California, Irvine деген университетте жаңағы Network Systems деген мамандық бойынша мен енді магистратура алып шықтым. Керемет. Солдан кейін енді Қазақстанға енді әйел адам болғасын, күйеуге шығасың, бала босанасың дегенде 2 ұлым бар. Керемет. Сонымен мен дейтін инженер болдым, содан кейін Самұрық Қазынада жұмыс жасадым, ол кезде IT менеджер дейді. Ол кезде киберқауіпсіздік дейтін ондай болған жоқ мамандық. Бәріміз ол кезде мысалы мен мамамнан сұраса, ол программист дейтін. И содан кейін сол кезде Қазақстанда Самұрық Қазынада айтып бастайды. Бізге енді киберқауіпсіздік бойынша бір адам болу керек дейді. И мен себебі бүкіл кейбір біз қауіпсіздікті уже жасап жүргеннен кейін, жаңа ол кезде антивирус дейсің, соның бәрін технический мамандық жасап жүргеннен кейін мені кейбір қауіпсіздік бойынша ауыстырады. Сол кезде жаңа менің нем басталады, айтады ғой, қызығушылығым. Сосын мен ойлап бастаймын, кибербезопасность, киберқауіпсіздік дейтін не? Сосын мен дейтін, себебі мен ағылшын тілін білемін, жаңа Америкадан нем болған соң, мен жаңа зарубежный форумдарға кіріп бастаймын. Қандай не сертификаттар керек, не керек оған. И сонан жүріп, жаңа МФЦ биржаға көшем. МФЦ биржада мен дейтін, ол кезде Information Security Officer дейді, МФЦ-да бәрі ағылшынша ғой, сосын көптеген шетелдік экспаттар бар. И сол кезде мен дейтін жаңа киберқауіпсіздік бойынша көптеген жаңа технологиялар внедрять етіп бастаймыз. И МФЦ-ның бір жақсы, жаңа олар айтады, шетелдік best practice деп аталады ғой, сол мен істеу керекпіз деп. Сол кезде мен дейтін көптеген CISSP, CISM, CISA дейтін ондай сертификат әйел адамдарда болған жоқ Қазақстанда. Енді киберқауіпсіздік дегенде көбінесе бір еркектер жүретін бір сала елестейді ғой енді. Бірақ қазір көріп таңғалып отырмын, өзіңіз критикалық бір қиын АЭС сияқты жерлерде киберқауіпсіздікке жауап береді екенсіз, сондай бір өте сирек кездесетін саланың маманы екенсіз. Неге оны таңдадыңыз және бір қызығушылығыңыз болды ма? Қандай қазір жобаларды іске асырып жатсыз, сол туралы айтып берсеңіз? Жаңа киберқауіпсіздік бойынша домендер көп. IT менікі OT дейді. OT деп айтқанда біз дейтін мысалы біздің күнделікті жаңа свет, су, нефтегазовый сектор, атомная электростанция, заводтар, соның бәрі OT деп аталады. Неге OT киберқауіпсіздік қазір келді? Потому что біз қазір Industry 4.0 дейміз ғой, жаңа цифровизация, соның бәрі цифровизация болғаннан кейін сол жақта киберқауіпсіздік рискілері пайда болды. Маған ол қызық болды, себебі мен Ақтау қаласынан туылғанмын, ол Ақтауда запытта ол бәрі жаңа мұнай саласында жұмыс жасайды ғой. Мен кішкентай кезімде мұнай саласын енді біліп өстім. Содан мен дейтін Honeywell дейтін компанияға несіп, ТШО-да мені вақтымен жаңағы... Өте күшті компания ғой. Сол Honeywell ТШО-ға жіберер, жаңағы киберқауіпсіздік маманы бойынша айтады вақтыда. Енді әйел адам болғасын вақтыда жүрген сайын, каждый екеуінің біреуі маған айтатын, сен дейтін переводчиксің, или сен ана қол жуатын кісі, мен айтам, мен инженермін киберқауіпсіздік. Әйелдерді солай елестетеді. Бізде қоғамда сондай бір қалыптасып қойған ой бар да, пікір бар. Сіз сол пікірді бір бұзып жүрген әйелдердің бірісіз, осы техникалық саладағы. Балаларым айтам, сенің анаң осы елді
this trying to make this world better place to live дейді жаңа. Мысалы мен дейтін сендердің говорю светтерің болады. Мысалы сендердің безопасность сол үшін мен дейтін көптеген нәрсе жасап жатырмын деп сол маған қызық болды. Осы әлемді жақсарту үшін иә. Бірақ ол өте қиын. И мен өзім жаңа айтып отырмын ғой, кішкентай кезімнен 5+, там отличница, староста болып өскеннен кейін ба, бұл даже IT киберқауіпсіздіктен қиын болғандықтан маған ұнайды. Постоянно сен дамып отыру керексің. Жеңіл жол іздемеймін. Иә. И сосын мен ұлдарым маған қарап, ой, мама, я горжусь деп, и мен прям білем, ол еркектің мамандығы, бірақ өзіме ұнайды. И мен ойлаймын, что біз бірақ ол жерде мамандар өте аз. Еркегі де, әйелі де. Өте аз. Өте аз, әзірге өте аз. Соны мен жаңа айтып жатырмын. Ол үшін қандай не керек дейді ғой, білім керек дейді. Мен айтам, бұған инженерлік деңгей керек. IT-ді да білу керек. Киберқауіпсіздікті білу керек. Еще сен электрикалық инженеринг, еще механикалық инженерингті білу керек. Соның бәрін білгеннен кейін барып сен дұрыс маман боласың. И, видимо, сол қиындық маған ұнайды. Енді қазір AI дамып келе жатыр, бәріміз бір қанаттанып осын көріп жатырмыз. Бірақ сіздер сияқты мамандарға AI бір жаңа вызов секілді ғой. Онымен енді сіздер күресу керексіздер, өйткені AI-ды қолдана отырып, қазір қандай да болса адамның түрін істеуге болады, дауысын істеуге болады. Осы орайда киберқауіпсіздік саласында қандай жаңашылдықтар бар, қалай күресіп жатсыздар? Киберқауіпсіздік саласына мен енді айттым, мен критическая инфраструктура, мен IT-ді енді көп адамдар уже айтып жатыр. Мен енді басқа жағынан айтайын. Мысалы, жаңа промышленная именно среда. Мысалы, бізде Қазақстанда критическая инфраструктура дейді, бірақ критическая инфраструктура ол корпоративный IT-ді айтады жаңағы. Email, HR система, финансовая система. Ол маған критическая инфраструктура емес. Маған на промышленный жағы. Жаңа, который айтады ғой, физикамен связаны. Физикамен жаңағы свет, мысалы дейтін, сен бірдеңені өзгертсең, жарылыс болуы мүмкін. AI бойынша екі жақты қараймыз. AI жаңағы ол көмектесу мүмкін, жаңағы данныйлармен көмектесу мүмкін. Мысалы, көптеген данныйларды алады да, айтады, мынандай редактор дейді ғой, сенің жаңағы атака жасайын деп жатыр деп, саған көмектесуге болады. Қиын емес. Dangerous to the OT environment дейді ғой. Ол дейтін қауіпті. До этого, чтобы жаңағы критическая инфраструктураны атаковать ету үшін жаңағы хакерлар өте білімді болу керек болды. А қазір AI-мен жаңағы malware дейді ғой, спокойно жазуға болады. Тез жазуға болады. И дейтін бәрін изучение уже blackbox дейтін, біз blackbox емес. Сол үшін хакерларға бұл критическая инфраструктура ашылды. Сосын хакер дейміз, криминальный хакерлар бар, қазір ransomware дейді ғой, шифровальщик. Олар биткоинді білесіз ғой. Олар ақша алады биткоинмен да. Олар атака жасайды да, ақша төлейді. И көптеген атакалар, мысалы ақшта Colonial Pipeline атака жасады. Colonial Pipeline дейтін, газ бар ғой, бензин, газды тасымалдайтын трубопровод. Вот соны атака жасады, айтты, $5 миллион төлейді. И олар төледі. Тем более қазір геополитическая ситуациямен, тем более. Осы орайда киберқауіпсіздік алдында алады, сонда осындай бір керек емес жағдайлардың алдын алуға да көмектеседі. Бірақ біз AI деп көп, қазір бәрі AI туралы айтады. Сізде чат GPT қолданасыз, бәрі AI. Тренд болып кетті. Кішкентай балаларымызға дейін AI дейді. Қазір ешкім уже, баяғыда біз грамматиканы оқитын едік қой, дұрыс жазу үшін, бір письмоны жазу үшін, үтіріміз қайда, нүктеміз қайда деп. Қазір, бірақ бұл AI қалай, вот AI-дің ар жағын білу керек. AI үшін дата-центр керек. Мощность керек, чтобы мына AI болу үшін. Дата-центр, ол тоже критическая инфраструктура, ол жақта HVAC бар, ол жақта жаңа cooling system дейтін бар, оның бәрі физический процессы. Сол жақта тағы киберқауіпсіздік бар. Сол дата-центрге свет керек, power керек, мощность керек. Ол ең соңында сол тәтіске келіп тіреледі, power. Светке келіп тұралы. И ақыр соңында біз сол критическая инфраструктура дейміз. Мына жақта дата-центр өшіртсасаң, полностью AI-ың сенің дейтін, который каждый день бәрін болды, бітіп қалады. Сол себептен сіздердің қазіргі жасап жатқан нәрселеріңіз өте маңызды болып тұр. Сол біз
мен айтамын, сен ұйқыдан тұрсаң да, сен білмейсің, что сен OT сайбер киберқауіпсіздікпен күнде жұмыс жасау, күнде сталкиваешься. Иә. Күнде сталкиваешься. Иә. Иә, сол. Енді Салтанат Баширова деген кезде көбінесе сіз шетелдерде жүреді екенсіз, шетелдік жобаларда жұмыс істейді екенсіз. Өте керемет, әрине қазақ қызы үшін қашанда қуанамыз ғой. Бірақ Қазақстанда қандай жоспарларыңыз бар алдағы уақытта? Енді мен енді шетелде мен жаңа Сингапурдың министрінің 3 жыл несі болдым, советник болдым, еще внештатный, сосын стратегиясы, жаңа кибербезопасность, киберқауіпсіздік критическая инфраструктура стратегиясын мен коавтормын, там 10 автор бар, соның біреуімін. Сосын мен көп Дания, басқаларда advisory boardта жасаймын. Бірақ біз дейтін, мен ойлаймын, киберқауіпсіздікте біз дейтін білімімізбен бөлісу керекпіз. Қандай жоспарлар деген, мен Қазақстан болғасын, менің бұл жерім, елім, өзім Қазақстаннан шыққаным. Мен осы карьерам бастағанда менторлар болған жоқ, сообщество болған жоқ. Ешкімді үйретпейді, ешкіммен бөліспейді. Сол маған қиын бол. Ал менің жоспарым, мен мысалы Women in Cyber Security Қазақстан деген, қыздар кибербезопасность Қазақстан деген, мен 5 жыл бұрын құрдым. Біз қыздар бәріміз бір-бірімізге көмектесеміз бесплатно. Айтады, мен дейтін университеттен шықтым, білмеймін қандай бағытта, не істесем болады. Сен былай істе. Сосын мен мынандай сертификат істегім келеді, бірақ менде кітабымда жоқ. Кітаппен бөлісеміз бір-бірімізбен. Мысалы, ол кітаптардың өзі ақша ғой. Сосын қай жерде бесплатно ресурс бар, стипендия бар. Ол бір бағыт. Жаңа қыздарды көбіне айтады ғой, образованная женщина, образованная нация дейді ғой, негізі дейтін. Біз дейтін әйел адам бесікті тербетіп отырып. Сосын екінші бағыт, это вот кибербезопасности именно УТ бойынша бізде ешқандай мамандық жоқ. Вообще ешкім ештеңе білмейді. Вот закрытый, даже мемлекеттік кісілер де білмейді. Ими жаңағы сообщество создавать еттім. В Казахстане ОТ кибербезопасность дейтін. И волонтер, жас балдар, біздің жас балдарымыз қазір өте білімді, мен кәдімгі 25, сол жас балдар волонтерлар жинап, аптасына бір рет жиналамыз да, просто онлайн біліммен бөлісеміз. Вот қандай тематика бүгін бөлісейді? Потому что мен ойлаймын, проект емес, ақша емес, біліммен бөлісу ең маңызды нәрсе. И үшінші бағыт, жаңағы, сол екінші бағыттың сонда мен дейтін, көмектесем, знанием, білімімді берем, и арғарай уже балдар алып кетеді, олар басқа адамға білімін береді. И сол международный сертификаттарды алысуға, сол бағытта мен дейтін істегім келеді, жүргім келеді. Сіз енді критикалық салаларда жұмыс істейсіз ғой, бірақ соған қарамастан соңғы жаңалықтарда көбінесе осы қазақстандықтардың жеке ақпараттары тарап жатады, бір жаққа кетіп жатады. Бірақ ол да бір адамдардың цифрлық гигиенаны сақтамау деп айтып жатады ғой, сіз келісесіз ба сонымен? Қандай кеңес бересіз қазақстандықтарға өздерінің жеке жаңағы мәліметтер тарап кетпеу үшін? Өзінің жеке жағдай бойынша, мысалы, бірінші білу керексің, то в любом случае сен 100% никогда защитный бола алмайсың. Никогда. Рискімізді минимизация жасау керек. Мысалы, біз даже жолдан өткенде біз енді светофорды күтеміз, біз жүгірмейміз ғой, машинаның астына дейтін да. Сол сияқты біз рискімізді минимизация жасаймыз да. Мысалы, жеке ақпараттарыңызда, мысалы, банк ақпаратының да егер сенде 100 миллион болса, или 1000 теңге болса, две разные вещи, да, мысалы дейтін, да. Енді 100 миллион берсе, енді сен енді мультифакторыңызды, мұқият болу керексің, оған дейтін лимит қой керексің, мен теңге 5000 теңге алам күніне деп, сондай нелерді қой. Жаңа риск ретінде мен всегда никогда защита бола алмайды. И сосын сен парольді 20 цифр бірдеңе деген ұмыт қаласың. Сол үшін рискі бойынша, если менің жеке данным действительно конфиденциальный болса, мені, мысалы, WhatsApp переписка мен конфиденциальный емес, мысалы, маған. Мен потому что мамаммен сөйлесіп отырған, нан алдың ба, бала қалай, или жолдасымен укроп алып кел, нан алып кел, мысалы. Ол маған конфиденциальный емес, и WhatsApp кетіп қалса, мен как-то не переживаю. Бірақ есть имейл, где сен клиенттің конфиденциальный данныйлармен жұмыс. Ол клиент конфиденциальный данный жұмыс жасағанда, сен уже ойлайсың. Жауапкершілігім бар. Сол үшін мен ол клиент конфиденциальный болса, менде мультифактор болу керек. Мен дейтін публичный Wi-Fi-ға қосылмау керекпін. Мен дейтін, мысалы, кофе неде отырып, бүйтіп ашып қойып жасамау керекпін. Защитный механизм. Бірінші мен ойлаймын,
бірінші сен дейтін риск жасау керексің. Қай затымды қорғау керекпін. Мысалы, өзім жеке өмірімде де. Мен мысалы, сен дейтін балаларымды қорғау керексің деп ойлаймын, мысалы да. Қай затымды қорғаймын да, балаларымды мен дейтін Инстаграмға салмайын. Мысалы, суреттерімді. Екіншіден, мен банковский карточкама лимит қояйын. Вот. Сосын барып, телефонымда мультифакторды жасайын, мысалы. Сондай гигиена жасау керек. Бірақ сен 100% бәрін істей алмайсың. Сол үшін бір мынау самый критичный, екінші самый бұл жеке өмірге де байланысты, бұл корпоративный елге де байланысты, бәр жерге де байланысты. Енді қазір кибер қауіпсіздік саласы бізде маман да аз, байқап отырсақ. Одан кейін ол мамандар қаншалықты мықты, қаншалықты рынокта конкурентно способны біз білмейміз ғой. Соны дамыту үшін біз не істеу керекпіз Қазақстан ретінде? Мысалы, сізді өзіңіз енді Қазақстанда қалай айтсам болады, жұмыс таппағаннан емес, шетелде үлкенірек мықты жобалар бар болғасын кетіп отырсыз ғой. Қазақстанда сіз сияқты мықты мамандарды алып қалу үшін не істеу керек қазіргі уақытта Қазақстан? Мен ойлаймын, енді біріншіден маркет диктовать етеді өзін. Зарплатаға келеді, анауға келеді, мысалы да. Мен ойлаймын, маған, мысалы, мамандықты алып қалу, ол адамның отбасылық жағдайына байланысты, жаңағы несіне байланысты, кейде бір стратегия жұмыс жасамайды, бәрін істесем де ол маманды алып қалмау мүмкін кейде да. Мен ойлаймын, не істеу керек екен, былай істеу керек. Мысалы, бізде университетте профессорлар бар, Мен ойлаймын, мысалы, мен сияқты или басқа мамандықтар шетелде де жүрсет, или бізде күшті компанияларда, бастықтарда, біз дейтін, мысалы, осындай сообщество волонтер ретінде айына бір рет просто бір сағат, қазір рахат қой, виртуально жасауға. Бір сағат лекция оқып жіберші. Бір сағатқа шақыру керек, сосын екіншіден мынандай конференциялар, маленький метаптар жасау керек. Не коммерция сияқты емес, бірақ больше пайдасы бол, сондай мотивация ғой, самое главное керегі дейтін. И үшіншіден ойлаймын, сол мамандықтарға жаңағы государство арқылы андай best practice дейді, мынандай сертификаттар алдырту керек, сондай не істеу керек. А не так, как каждый учебный центр просто оқи салады, қағазбен просто подпись бере салады, ондай болмау керек деп ойлаймын. Но осындай нелерді алып келуге болады. А былай мамандықты біз қалай сақтаймыз, қалай сақтамаймыз, ол дейтін адамға байланысты. Потому что бізде, мен қазір қарап отырмын, Ольга, Динара, көптеген мамандық, өте мықты мамандықтар бар. Бірақ осындай не істеп отыру керек. Енді сізді тыңдап отырып, қандай ойға келіп отырмын. Сіз айттыңыз, бірінші мен кибер қауіпсіздікті таңдауым өзі де осы әлемде жақсы бір жерді жасау, әлемге сыйлау, адамдарға комфортно болу үшін деген бір ой айттыңыз. Екінші ой жаңағы волонтерлық туралы көп айтып отырсыз. Өзіңіз де көп волонтерлық жасайды екенсіз. Біздің қазақтың қыздарына осындай үлкен қауымдастық ашылып отырсыз, Сіздің бұл өмірлік девизіңізге айналып кеткендей көрінеді, Осы орайда сіз сияқты өскелең ұрпақ өсіп келе жатыр, қыздар өсіп келе жатыр. Қандай кеңес айтар едіңіз қыздарға? Себебі сіз былай қарағанда қыздардың көзінде идеал әйел бола алатындай әйел екенсіз. Отбасыңызды да ұстап отырсыз, осылай өте ауыр мықты мамандықты иеленіп отырсыз. Қандай үш кеңес айтар едіңіз өскелең қыздарға? Біріншіден, кейде бізде, мен айтам, мына мысалы, мен көптеген сіңілерім, апаларым Инстаграм қарап отырады. Бізде самый большой қате Инстаграмда идеальный өмір көрсетеді. Идеальность жоқ. Менде де балалармен өте көптеген нелерім бар, қалай айтса қиындықтарым бар. Мысалы, мен екінші рет күйеудемін, мен мысалы ашық айтсам болады да, шындығымды айтайын. Вот бірінші кеңес өз-өзіңді, что идеальность болмайды. Қабылдау керек. Екіншіден, қалай айтсам болады, оңай жол жоқ. Оңай жол жоқ. Мен мысалы көптен қыздар келеді. Вот маған айтты, ана инфлюенсер дейтін, мен білмеймін ғой, инфлюенсер дейтін бірінші рет үйрендім мен өткен жылы, что инфлюенсер. Мен айтам, не ол инфлюенсер? Вообще түсінбеймін әлі. Инфлюенсер айтты, как заработать быстро 30 тысяч. Мен ойлаймын, на өмірде оңай жол жоқ. Оқу дейтін инемен құдық қазғандай. Сол үшін маленькими шагами күнде дисциплина керек. Кітапты алып, оқып, мысалы,
вот айтасың, мен мысалы мен қызым өсіп келе жатыр, мен грантқа түскім келеді. Грантқа түсу үшін сен енді дұрыстап оқу керексің. Мен ағылшынша оқығым келеді. Бір жақсы біздің кезімізде біз библиотекада жүретін едік. Кітап жоқ, энциклопедия қараймыз, ол энциклопедияны біреу алып кетеді, оны күтесің. Қазір бәрі тегін. Английский оқығың келсе, YouTube бар. Ақша дейтін қазір айтады, маған курс керек. Даже мен мысалы спортпен, йогамен айналсам, мен тегін YouTube-тан айналсам, маған керек емес ана 200 мың теңгенің затын төлеп, үйде мен ана дорожкада мысалы. Поэтому менде ақша жоқ, сол үшін менде не жоқ дейтін, ондай жоқ. Самое главное, саған интернет керек, бір компьютер керек, болды. Қазіргі уақытта себеп табуға мүмкіндік жоқ, себеп іздемеу керек. Себебі бірақ оңай жолы жоқ. Біз бәріміз жараласқа Алла біз жаратқан, біз бәрімізде бас бар, не бар, бәріміз сол білім бірдей, просто әркім арқылы қабылдайды, бірақ солай не оқысаң бәрі сол информация. То есть өзіңді салыстырма. Екінші совет, үшіншісі ұялмай менторлар іздеу. Мысалы, вот бізде женщин кибербезопасности бар. Жазыңдар, менде осындай сұрақ бар, маған көмек бағыт бере аласың ба? Бірақ саған ешкім бүйтіп аузыңа салып бермейді ештеңені. Просто маған бағыт бере ғой. Көмек сұрауға, не істеуге ұялмау керек. Вот. Бірақ мысалы көмек сұрасаң, енді 10 адамға жазсаң, 9 енді жауап бермейтін шығар. Бірақ не надо расстраиваться. Маған жауап бермеді, мен енді сұрамаймын. Но бұл елде жақсы да бар, жаман да бар. И найдет всегда, кто саған көмектеседі. Вот. И сол үшін айтам, үшінші кеңесте жаңа менторға айтамын, өзіңді, который бірдей окружающий адамдармен не істеу керек. Потому что мен кішкентай кезімде подругаларыммен өстім, бірақ мен олармен отыра алмаймын енді. Олар дейтін киім обсуждайды, маған қызық емес ол. Мен подружкаларым жаңа кибербезопасность болып кетті, біз екеуміз ана атаканы. То есть өзіңді окружение, кто тебя окружает, сонымен не істеу керек. Соны өзгерту керек, бірақ тыңдамау керек, ана нелерді болады ғой, ойбай, жұрт не дейді, анау не дейді, жұрт дейтін бәрін айта береді, шетелге кетіп қалды, ой бетіп қалды, ой сөйтіп қалды. Поэтому не істеп жүру керек. Салтанат ханым осындай бір терең философиялық бір интервьюға айналып кетті. Өзіміздің интервьюіміз. Рахмет сізге. Ұстанымыңыз өмірлік өте керемет екен. Енді Қазақстанда сізді жиірек күтеміз. Алла қаласа осы жаққа келіп бір жобаларыңызды жүзеге асырсаңыз, бізде де атом энергия станциялары ашылғалы жатыр. Мүмкін сол жақта бір жобаға қатысарсыз. Сіз сияқты мамандар бізге өте қажет. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Көп рахмет. Мен ең соң айтатын, мен айтады ғой, мен proud деп, мен қазақ қызы болғаныма өте мақтаныштым. Біз дейтін андай, не Азияда емеспіз, не Европа, біздің қанымызда екі жақтың несі беріліп. Вот даже әдемілігіміз, умымыз, біз екі жақтың ортасында отырып, екі жақтың генетикасын алып, мен өзім, мысалы, басқа елмен салыстырғанда ерекше көрінем. И мен рахмет айтам, что мен осындай біз ерекшеміз. Біз бүкіл қазақ қыздары ерекше болып туылғамыз, сол үшін мақтан етіңдер. Рахмет сізге. Рахмет.